Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Үндістан мемлекеті. Сабақтың мақсаты Үндістан мемлекетінің географиялық орны, халқы, діні, табиғат ресурстары, өнеркәсібі, шаруашылығы туралы білім беру. Мына картада көріп отқандай, Үндістан мемлекеті оңтүстік Азия мемлекеттеріне жатады. Өзінің бай мемлекетімен, халқының көпшілігімен, Үнді мұхит алабының, Гималай тауларының және оңтүстігінде оңтүстік батыс Азия, Европа, Африканы байланыстыратын маңызды теңіз және әуе жолдар торабында жатыр. Батыс жағалауын картада көріп отырсыңдар, Араб теңізі шығысында Бенгал шығанағымен қоршалған. Аумағы 3,3 миллион километр квадрат. Астанасы Нью-Дели қаласы. Үндістан 25 штаттан тұрады. Құрамына 7 одақтас аймақ кіреді. Мемлекет басшысы президент. Ұлттық мейрамы 26 қаңтар 1950 жылы тәуелсіздігін 15 тамызда алған. Біріккен ұлттар ұйымына 1945 жылдан бастап мүше. Үндістан ақшасы Үндістан рупийі болып табылады. Халқына келетін болсақ, дүние жүзінде екінші орын алады 1 миллиард 33 миллион адам. Көптеген ұлттардан тұрады. Халқын 9% ірі ұлттар, хиндустықтар және бихарлықтар, бенгалдықтар, маратхилар, гуджалар тұрады. Сонымен бірге демографиялық саясаты бір отбасына 2 бала, екеумізге 2 бала деген саясат ұстанады. Көптеген діндер тұрады. Индуизм діні, мұсылмандар, сихтар, буддистер тұрады. Ресми тілі хинди және ағылшын тілі. Халқының құрамы әртүрлі. Қала халқы 28% алады. Көбісі ауылдық жерлер мекендейді. Мейрамдарында суреттер табиғатына келетін болса, Үндістанның табиғаты әртүрлімен ерекшеленеді. Елдің аймағында жазықтар, қыраттар алып жатыр. Үнді мұхитының бұл үшбұрышты тәріздес болып келеді. Тау жүйелері Қарақорым, Гиндикуш орналасқан. Елдің солтүстігінде ең биік тау, дүниежүзінде ең биік тау 8848 метр, осы Гималай тауы алып жатыр. Оңтүстігіне қарай Үнді Ганг жазығы алып жатыр. Батысына қарай Құнарсыз Тар шөлі орналасқан. Сонымен қатар өзендері, Ганг өзендері орналасқан. Климатына келетін болса, климаты негізінен тропиктік, солтүстік тропиктік муссонды. Үндістан егіншілік үшін орасан рөл атқарады. Қысы құрғақ әрі салқын болып келеді. Наурыз айларына мамырға дейін құрғақ, ыстық маусым басталады. Қаңтардың орташа температурасы 15-тен 27 градусқа дейін жетеді. Мамыр айларына 28-35-ке дейін барады. Үнді жазынан батысына қарай жауын-шашын мөлшері 100 мм, Декан орталығында 300 мм, шығысына қарай 3000 мм-ден 6000 мм-ге дейін барады. Және Чирапунжида ең дүниежүзінде 12000 мм-ге дейін жететін жауын-шашын түседі екен. Үндістан қалаларын көрсін, Дели, әдемі мәдени орталықтары бар. Сонымен қатар экономикасы өте жақсы дамыған. Негізі Үндістан дамушы елдердің қатарына жатады. Үндістан аграрлы өнеркәсіп экономикасының құрылымы тәуелсіздік алғаннан кейін Үндістанда көптеген елдердің қатарына, дамушы елдердің қатарына қосыла бастады. 1961 жылы өз жемісін бере бастады. Қысқа мерзім ішінде ауыр және жеңіл өнеркәсіптер, станок жасау өнеркәсіптері салалары құрылды. Атом, ғылым, ғарыш техникасы, ауыл шаруашылығы, энергетика салаларында үлкен нәтижеге жетті. Негізгі табиғат ресурстары тас көмір, темір, мыс, хром, боксит, алтын, марганец, мырыш, қорғасын, мұнай, табиғи газ, алмас шығарылады. Ауыл шаруашылық өнеркәсібіне келетін болсақ, 55-9% ауыл шаруашылық өнеркәсібіне тиесілі, және күріш өнеркәсібі, тары, бидай, майлы дақылдар, кофе, қант құрағы, мақта өсіріледі. Ірі қара, мал шаруашылығы, ешкі, қой, шошқа, түйе, құс өндірісімен айналысады. Сыртқа экспортқа шай өнеркәсібі дүниесінде алдыңғы бірінші орын алады. Кофе, балық және киім-кешек бұйымдары, асыл тастар, қолмен тоқылған кілемдер, химия өнеркәсібі өнімдер шығарады. Сырттан
ауыр машина жасау өнеркәсібі, отын, майлар, қымбат жаңа тастар алады, химия өнеркәсібі және көлік құралдарын алады сырттан. Экономикасы жағынан Қазақстанмен байланысына келетін болсақ, екі президенттің кездесуі, жаңағы экономиканы суреттер қарасын, химия өнеркәсібі, фармацевтика, мысалы осы кезге дейін Үндістаннан көптеген фармацевтика өнімдерін алып отырмыз. Хромды экспорттау жаны алдыңғы қатарда, титан өндіру жаны екінші орын алады, және шай экспорттау жөнінен дүниежүзінде бірінші орын алып отыр. Қазақстанмен байланысына келетін болсақ, Үндістанмен 1992 жылдан бастап, 23 ақпаннан бастап, екі ел саясаты Алматыда және Дели қалаларында болды. Екі елшілігі 1992 жылы ақпанда президент Назарбаев Үндістанға ресми сапарын жасады. Сапар барысында көптеген дипломатиялық қатынастар орнату жөнінде сауда, экономикалық, ғылым, технология, мәдениет, өнер, білім, спорт салаларында келісімдерге қол қойылды. 2002 жылы 11-15 ақпанда Назарбаев Үндістанға кезек сапармен барып қайтты. Ең дүниежүзіндегі әлемдегі 7 кереметтің бірі Таж-Махалды айтып кетпеске болмайды. Мысалы, Таж-Махалдың ең әлемдегі бүкіл дүниежүзіндегі Үндістанға баратын адамдар осы Таж-Махалға соқпай кетпейді десек те болады. Бұл әйгілі ғимарат ЮНЕСКО әлемдік мұра нысаны. Делиден 204 шақырым жерде орналасқан, әлемге танымал монумент, Агран жанындағы Жанума өзенінің жағалауында орналасқан. Кезінде Жахан Шах деген өзінің әйеліне құрметіне байланыс салған. Бұл кесенен 22 жылға созылған өлмес махаббат нышаны болып саналады. Таж-Махал әлемдегі 7 керемет, 4 құбыласында метрі 74 метрге жететін бас күмбезі ақ мәрмәрдан салынған. Мазардың құрылысына Орта Азия, Парсы, Таяу Шығыс елдерінен 20 000 зергер ұсталар, жұмылдыр жұмыс істеді. 1653 жылы аяқталды. Бұл дүниежүзіндегі ең әдемі архитектура десек те болады. Мазар тұтастай әр мәрмәрден тұрғызылған, көріп отырсыздар. Бұдан да басқа көптеген жерлері бар Үндістанның, қалаларын көріп отырсыздар. Енді кері байланыс жүргізіп жіберсек, балалар, Үндістанның экономикалық, географиялық жағдайы және қолайсыз жақтары. Мысалы, жаңа айтып отырмыз, дүниежүзіндегі ең биік тау Гималай осы Үндістанда орналасқан. Үнді Ганга өзендері бар, және Үндістанның табиғат жағдайларының ерекшеліктері қандай жерде орналасқан, қандай мұхиттар, теңіздермен шектеседі, Үндістанның қай шаруашылық халықаралық нарықта жетекші орын алады, Үндістан мен Қазақстан арасында экономика қарым-қатынастың даму ерекшеліктерін айтып өттік. Осыларды конспектілеп және кескін картаға Үндістанның табиғат жағдайларын, географиялық орнын түсіріңіздер, балалар. Жақсы, сау болыңыздар.